Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қызылшадан өте керемет әрі дәмді рулет жасаймын. Каналымнан алыстамаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Маған 250 грамм қызылша қажет болады. Осы қызылшаның барлығын жуып тазалап алдым алдын ала, және барлығын үккіштен өткізіп аламын. 1 шай қасық тұз саламын, және 1 ас қасық сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып аламын. Одан кейін маған 3 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның сарысын ақуызынан ажыратып аламыз. Ақуызын бөлек ыдысқа салып аламыз. Ал жұмыртқаның сарысын қызылшамызға саламыз. Жұмыртқаның сарысы ақуызына түсіп кетпеу керек. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жүгері крахмалын саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сахарная пудра, яғни қант ұнтағын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді жұмыртқаның ақуызын жақсылап миксерлейміз. Мінекей осындай аппақ болып, бізде жұмыртқаның ақуызы миксерленіп болды. Енді кішкене бөліктерге бөле отырып, қызылшамызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Менің салмам дайын болды, барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді противеньға пергамент қағазын төсеймін, және де салмамды құйып шығамын. Егер пергамент қағазына күмәніңіз болса, астын міндетті түрде майлап алыңыз. Сол кезде жабыспай керемет болып піседі. Барлығын жақсылап жайып болған соң 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Салмасын дайындаймын. Осындай укроп қажет болады, аскөк. Осы аскөкті барлығын турап аламын. Және де сүзбелі ірімшік керек болады, яғни творожный сыр. 200-220 граммдай творожный сыр. Аскөк пен творожный сырды араластырып аламын. Салмамыз дайын болды. Мінекей достар, менің бисквитім пісті, алдын ала суытып алдым, және де астына пищевой пленканы төсеп алдым. Пергамент қағазын ақырындап бисквиттан ажыратып алдым. Енді салмасын жағып шығамын. Салмасын бір тегіс етіп жағып шығуым керек. Барлығын бір тегіс етіп жағып шықтым. Енді маған осындай нори жапырағы қажет болады. Егер сіздер нори жапырағын ұнатпасаңыздар, салмауыңызға да болады, өз еркіңіз. Салмасына не қоссаңыз да өз еркіңіз. Мен селедка балығын қосамын, барлығын бір қатарға қойып шығамын. Енді рулетімізді жинаймыз. Дәл осылай шетінен бастап, абайлап, жайлап рулетімізді ораймыз. Рулетіміз кішкене пищевой пленкаға жабысы мүмкін, бірақ одан қорықпаңыздар, ештеңе етпейді. Қазір біздер дайын болған рулетімізді тоңазытқышқа салқынға салып қоямыз. Салмасы барлығы сыну керек. Пищевой пленкамен ораймыз, екі жағында дәл видеодағыдай ораймыз. Мен рулетімді 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қойдым. Мінекей достар, 3 сағат уақыт өтті, мен рулетімді кескелі жатырмын. Қалай болғанын сіздерге көрсетемін. Осындай өткір қалыңдау пышағыңыз болса керемет болады. Мінекей достар, осындай болып шықты біздің рулетіміз. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецепті қолданып, осы рулетті пісіріп көріңіздер. Салмамыз керемет болып сіңіп, рулетіміз өте әдемі болып шықты. Менің видеом ұнаса, маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.
Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Менің каналымды тамашалағаныңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гаухар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.